техникалық лицейдің 9-А сынып оқушысы Рамбаева Бірсе. Менің эссемнің тақырыбы даланың данышпан ұстазы Ыбырай Алтынсарин. Менің эссемнің негізгі ойын айта кетер болсам, Ыбырай Алтынсарин жас кезінен, кішкентай кезінен, яғни әкесінен ерте айырылып, өз елінің молдаларынан, билерінен, Жанқожа Балқыншидың қолынан тәрбие көрген. Ол кішкентай кезінен бастап еңбекке, білімге жақын болған. Ол Григорьевтің кітапханасында көптеген уақыт өткізген, білімге құштар болған. Ол бірінші орынға білім мен еңбекті қойған. Себебі білім болмаса, еңбек болмаса адамдар ешнәрсеге қол жеткізе алмайды деген. Мен оның бұл оймен толықтай келісем, себебі оның бұл сөзіне кел балалар оқылық деген өлеңі сәйкес келеді. Бұл өлеңде көптеген терең ойлар жатыр. Адамдар білімге, еңбекке жақын болса, олардың болашағы жарық және айқын болады деп ойлаймын. Ол Торғай облысындағы мектептің ашылуына көп күшін салған. Ол бірден ашылып қойған жоқ. Ол себебі сол елде балаларды өз үйінде оқытып алғашында және де 3 жылдан кейін, 4 жылдан кейін мектеп ашылып, балаларды білімге шақырып, білімге баулады. Ол қазақ әдебиетінің негізін қалаушысы болды. Хрестоматияны жазды. Қазақ хрестоматиясын 1879 жылы ашып, Орынборда басып шығарды. Менің ойымша, Ыбырай Алтынсарин өз артынан із қалдырды деп ойлаймын. Себебі ол көптеген жас бала